Сәлем достар, бүгін сіздермен бұжы жасайтын боламыз. Алдымен бізге жуа қажет болады. Мен жуамды алдын ала турап дайындап қойдым. Енді қойдың іш майы қажет болады. Іш майды да осылай жіңішкелетіп, уақтап, кубиктап турап аламыз. Жуамызбен майымызды жақсылап екеуін араластырып алатын боламыз. Майымызбен жуамыздың көлемі бірдей болу қажет. Жуамыз көп болып кетіп, немесе майымыз көп болып кетпеуі қажет. Соны мұқият қадағалаңыздар. Осындай 3 картошка қажет болады. Картошканы да мен алдын ала сыртын ашып дайындап қойдым. Одан кейін картошкамызды де уақтап, кубик етіп турап аламыз. Сіздер өздеріңіз білесіздер, кубиктап немесе теркіден өткізіп алсаңыздар да болады. Келесі кезек үстіне көз мөлшерінде тұз салатын боламыз. Одан кейін қара бұрыш қосамыз. Содан кейін бізге 3-4 кесе ұн қажет болады. Ұнымызды салып болғаннан кейін барлығын жақсылап бір араластырып алған жөн. Енді кезекте бізге мұздай су қажет болады. Менде 4 кесе мұздай су кетті. Осыны жақсылап тұрып араластырып аламыз. Сіздер бұжыңыздың көлеміне қарай су құйсаңыздар болады. Қатты бұлшырап кетпеуі қажет. Енді осылай ішегімізге мен баклажканың көмегі арқылы бұжымды салатын боламын ішекке. Видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар болады. Немесе сіздерде шприц болатын болса, шприцпен де салып жіберсеңіздер болады. Бұжымызды ішекке салатын кезде қатты нығыздамай саламыз, себебі пісу қайнау уақыты кезінде ішегіміз жарылып кетуі әбден мүмкін. Сол үшін бос қылып ішіне саламыз. Ішекке салар кезде мұқият болған абзал. Себебі қайнау уақыты кезінде ішегіміз жарылып кетуі мүмкін. Сол себепті қатты нығыздамай бос-бос етіп салатын боламыз. Бешбармаққа немесе етке дейді кей өңірде салып бірге берсеңіздер дәмі түрлеретін болады. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпайық достар. Міне менде осындай әдемі бұжы шықты. Енді осыны қазір мен суда пісіріп алатын боламын.